Жақсы саламатсыздар ма оқушылар? Орындарыңызға жайғасыңыздар. Бүгінгі сабақта сіздерге сәттілік тілеймін. Енді оқушылар, бүгінгі күніміз қандай? Тамаша. Көңіл күйлеріңіз қалай? Денсаулықтарыңыз ше? Жақсы. Бір-біріңе достықтарың қалай? Ал мектепке деген сүйіспеншіліктеріңіз қалай? Ал отанға ше? Ендеше бүгін біздер сабағымызды осындай керемет, тамаша, жақсы деген сөздерімізбен бастаймыз. Енді сабағымызды бастамас бұрын балалар мен сіздерді қазір бағалау, монеталық бағалау шкаласымен таныстырып өтем. Міне көріп тұрғандай, сіздердің экранда көріп тұрғандай қазіргі жұмыстарымыздың бастамасын 10 теңге, 20 теңге және 50 теңгелік монетамен бағаланып отырасыздар. Ол үшін мына жерде 50 теңгемен, 10 теңгемен 50 теңгенің аралығында жинасақ, өзіміздің қанағаттанарлық бағамызды 50 теңгемен 100 теңгенің арасында 4-тік және 100 теңгемен 150 теңгеден жоғары жинасақ, онда өте жақсы деген бағамызды алып кетеміз. Енді оқушылар, біздер алдыңғы оқуда қандай тақырыппен танысып едік? Алдыңғы оқуымызда қандай тақырыппен таныстық? Наурыздағы тілек және қабдеш мәлімді ұзын саны әңгімесімен танысқан болатынбыз. Енді біздерде бұл жерде наурыздағы тілек деген өлеңіміз бар, соны мәнерлеп оқимыз деген болатынбыз. Соны Алинұр мәнерлеп күштетіп оқып беремін. Ала биен қолында, ала тауға сыймасын, қара биен қолында, қара тауға сыймасын. Үйінің алды той болсын, құран толы қой болсын, қазанында қайнаған үлгілдеген май болсын. Ай болсын өңінен, күнін тусын соңынан. Мал менен басын бүктен өсіп, кетпесін дәрі қасынан. Жарайсың. Алинұрға қолдау көрсетейікші балалар. Қолдастайды. Өте жарайсың. Алинұрға 50 теңгелік монетамызбен бағалап жіберейік. Енді оқушылар, осы алдыңғы оқуымызды еске түсіру мақсатында қазір біздер QR кодпен жұмыс жасайтын боламыз. Балалар, біздер қазір QR кодпен жұмыс жасаймыз. Ол үшін мына жерде тұрған 5 сұрақта тұрған QR кодымыз бар. Сол арқылы алдыңғы сабағымызды пысықтаймыз. Бірінші тапсырмаға кім шығады? Кім шығады? Қол көтермейміз ба, балалар? Қол көтерген Нұрислам шығады. QR кодқа енгізіп алып, сосын сұрағы берілген, сол сұрақ. Мына біріншісіне төрт ұшына алыстан ұстап. Ал сұрағыңды оқиды. Қатты шығарып алсың да? Наурыз көже неше түрлі тағамнан жасап дайындалады. Наурыз көже неше түрлі тағамнан дайындалады дейді? Наурыз көже 7 түрлі тағамнан дайындалады, е? Сосын өткенде өттік қой оқушылар бізде 7 түрлі тағамнан, яғни 7 түрлі тағамнан кемітпей, одан да қосып дайындай беруге болады дедік, е? Нұрисламға не істейміз? Келесі екіншісіне кім шығады? Қол көтереміз ғой, балалар кім шығады? Я Нұрмахан шығады ғой. Наурыз көже не үшін дайындалады дейді? Наурыз көже әріге молшылық, байлық, береке болсын деген ниетпен дайындалады. Жарайсың, дұрыс па балалар? Береке болсын, молшылық болсын, жақсылық болсын деген ниетпен наурыз тойында наурыз көже әр үйде міндетті түрде дайындалады деді. Қолбаштай көрсетейік балалар Нұрмаханға. Келесі кім шығады? Келесі сұрағымызға Нұрмахан шығады. Нұрмахан, Тошала дегеніміз не дейді? Тошала дегеніміз қыста ет сақтайтын үй. Ет сақтайтын үй дейді. Дұрыс па балалар?
yumuşağım. Alıyor arada. Uzun sarı. Uzun sarı degenimiz ne? Uzun sarı degenimiz ne deydi? Uzun sarı degenimiz ne? Navruzun uzun. Uzun. Navruzun uzun. Uzak. Sarı günün. Sarı günün. Uzun sarı. Uzun sarı dep ataydı. Жақсы. Наурыздың uzun sarı күнін біздер uzun sarı деп атайды екен. Жарайсың, көркемпен естейміз. Жақсы. Енді оқушылар, сіздердің алдарыңызда қазір қағаз бар. Бөлінген қағаздар. Яғни қазір біздер пазл құрастырамыз. Бұл қағаздарда шыққан сурет бойынша айтамыз. Ал кеттік, қағаздардан пазл құрастыра болыңыздар. Қандай зат шықты екен? Жарайсыңдар. Қандай сурет шықты деп білесіздер ме? Қандай сурет шықты? Жылқы, ат, бәрін қалай айтамыз оларды? Төрт түліктер деп атаймыз. Жарайсыздар, төрт түліктер деп айтамыз. Енді, жақсы, енді мында бір мақал бар. Сол мақалды шешіп көрейікші. Кішкентай ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Ол не қарайсыздар? Қой, дұрыс па екен? Қарап жіберейік. Қой, иә? Енді жаңа айтып жатырмыз төрт түлік. Төрт түлікпен не шығады дейміз? Нелер шығады төрт түлікке? Атап жіберейікші төрт түлікке. Қой, жылқы, түйе, сиыр, ешкі мен қойды біздер бір атап жібереміз, иә? Ал енді осылардың түліктерін білеміз ба? Кім? Мейрамбек, жылқының төлі не деп айтамыз? Құлын деп айтамыз. Болмаса құлыншақ деп айтамыз, иә? Сиырдікі не деп айтамыз, Нұрайна? Сиырдікі. Бұзау деп айтамыз. Жарайсың. Кеттік, Гүлсая. Қойдың баласы не деп айтамыз біздер? Қошақан болмаса қозы деп айтамыз, иә? Кеттік, Саят. Ненің ешкінің баласы не дейміз? Ешкінікін. Иә, көмектесіп жүріңізші, Ахетке. Ешкінің баласы не деп айтамыз? Лақ деп айтамыз. Қатты шығарып даусымызды. Жарайсың, иә? Ал енді түйенің баласы не дейміз, Фариса? Түйенің баласы. Бота дейміз, дұрыс па? Көздерін жақсы айтып шықтық. Енді біздер жаңа мына жұмбақты шештік. Жұмбақтың шешуі не болды? Қой. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыз не туралы болады деп ойлайсыздар? Қой туралы болады, иә? Бүгін біздер жаңа тақырыбымыз қой деген тақырыпты өтеміз. Жаңа тақырыпқа түспестен бұрын балалар қазір мен сіздерге бүгінгі сабағымыздың мақсатын түсіндіріп өтейін. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты төрт түлік жырларының халық ауыз әдебиетінің үлгілеріне жататын ұғындыру және өз ой мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу екен. Осы мақсатқа ең соңында сабағымыздың соңында жететіндей болайық. Енді оқушылар, қазір мен сіздерге жаңа айтып өткендей, иә, қазақ халқының төрт түлігі бар, иә. Бізді, яғни киіммен, киім-кешекпен, тамақпен қамтамасыз етіп отқан өзіміздің қолда үйретілген төрт түлігіміз бар. Соның бірі бүгін біздер қой туралы түсінеміз. Қой дегеніміз аша сияқты жануар. Түсініп алайық, себебі қазір балалар орындайтын тапсырмаларымыз бар. Сондықтан түсініп алайық. Қой аша сияқты биязы жүнді жануар. Қой қазақ халқында қолға тез үйретілетін төрт түліктің бірі. Қолға тез үйренетін төрт түліктің бірі. Оны біздер терісінен түрлі заттар жасаймыз. Қойдың жалпы барлық нәрсесі бізге пайдалы. Етін жейміз, қою сүтінен қаймақ, ірімшік жасаймыз. Терісінен түрлі киімдер, етіктер жасаймыз. Қойдың баласын не деп атаймыз дедім жаңа? Қозы болмаса қошақан деп атаймыз, иә? Қойдың атасы, төрт түліктің өзінің атасы болады, иә? Пірлері болады. Сол қойдың пірі ол шопан ата екен. Ал қойды біздер қалай шақырамыз? Қойды қалай шақырамыз? Пұшай деп шақырамыз екен. Қойды шақырғанда біздер пұшай деп шақырамыз екен. Енді қазір
бар екен. Мал өсірсең, қой өсір, оның көл көсір дейді. Бұны қалай түсінеміз? Яғни қойдан біздер жаңа айттық қой, барлық өнімді біздер қойдан аламыз. Яғни терісін де пайдаланамыз, етін де жейміз, сүтін де пайдалы бізге, қой. Ал қойдың сүті қорғасын, қойды ұрған оңбасын дейді. Яғни қойды соның ішінде 4 түлікке ұрып, аяғымызды теуіп, жұмсауға болмайды. Себебі 4 түлік бізге ең қасиетті затымыздың бірі. Соны ұғынайық. Енді оқулығымызды жаңағы жады, бүгінгі күннің жадысымен тақырыпты жаздық. Оқушылар, олай болса, қазір оқулықпен жұмыс жүргіземіз. Оның ішінде қой деген оқулықтарымызда мынандай қой деген өлеңіміз бар. Сол өлеңді қазір барлығымыз бірге оқып көрейік. Қорасында маңыраған, мен оқып алайын, балалар, сосын оқимыз. Қорасында маңыраған, қозысымен жамыраған, қозысынан айырылса, қоймай ұзақ аңыраған. Аппақ қою сүті бар, ақ шағалақ құрты бар, ақтылы қой жаны бар дейді. Ал бұнда қараңыздаршы балалар, қой қозысынан ажырап қалса қалай болады? Жамырайды, мамасын. Сіздер мамаларыңызды қалай іздейсіздер? Олар да дәл сол сияқты өздерінің енелерін іздейді, яғни қой өзінің төрін іздейді. Мысалы, жайылымға шыққан кезде бір-бірінен адасып қатса, өздерінің бір-бірінің дауысынан таниды қой. Ал қозысынан айырылса, қоймай ұзақ аңыраған дейді. Яғни қозысынан адасып қалған кезде қойлар да кәдімгі жылап, өздерінің іште маңырап сөйтіп тұрады. Жаңа айттық, аппақ қою сүті бар деді. Ол сүттен не жасалады деді? Құрт жасалады, ірімшік жасалады, сүтінен. Ақтылы қой жаны бар деді. Мына жерде аңыраған сөздікпен жұмыс жүргізейікші балалар. Аңыраған дегеніміз қой мен жаңағы қозының бөлінген жері. Бағымға кетеді ғой, бағымға кеткенде бір шамалы қой кетпейді, көп отар-отар қойлар кетеді. Сол кезде мамасымен жаңағы төлі, енесімен төлі ажырасып қалған кезде бөлінген кезін аңыраған деп айтамыз екен. Ал жамыраған дегеніміз бұл жерде қой мен қозының табысқан кезі, яғни бір-бірін тапқан кезде олар жаңағы дауыс шығарып бір-бірімен жанасып көрсетті. Түсіндік қой, Ал енді кім оқып жүреді осыны күштетіп мәнерлеп оқиықшы? Бекарыс оқиық ол. Бір-екі оқушымыз оқиық. Қорасында маңыраған, қозысымен жамыраған, қозысын айырылса, қоймай ұзақ аңыраған. Аппақ қою сүті бар, ақ шағалақ құрты бар, ақтылы қой жаны бар. Жарайсың, отыра ғой. Келесі кім оқиды? Нұрмұхан оқиғы. Қорасында маңыраған, қозысымен жамыраған, қозысынан айырылса, қоймай ұзақ аңыраған. Аппақ қою сүті бар, ақ шағалақ құрты бар, ақтылы қой жаны бар. Жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Жақсы оқушылар, жарайсыздар. Олай болса, біздер енді тапсырмаларымызды орындаймыз. Қазір оқушылар, сіздерге мынандай тапсырма беріледі. Сезімнен шыққан өлең стратегиясы бойынша жаңағы алдында айтып кеткен қойлар туралы түсіндірдік, өлеңде берілген тірек сөздерді, сөз тіркестерін пайдаланып қысқаша өлең құрастыра қоямыз. Яғни қоңырым, момыным, жүніңнен, киемі деп 4 жолды өлең құрастырып жаза қойайық, сосын оқимыз. Ал кеттік балалар, уақыт берем, жаза қойайық. Уақыт берем, жаза қойайық. Оқушылар. Ал осыған қарап отырып жаза қойайық. Дәптерлеріңізге жаза қойыңыздар. Жаза қойайық балалар. Қандай қоңырым дедік жаңамыздар? Нені қоңырым деп айтамыз? қозы. Момын дедік. Қойда қандай жаны бар дедік? Қойда қандай жаны бар дедік? Шуас, момын дедік, Қандай жүнді болады? Қандай киім болады? Нұрайна болдым дейді, ал болайық балалар. Нұрайна болыпты. Қазір оқимыз,
Нұрмұхан болдық па? Болдық па балалар? Болсақ алдымыз оқи берейік. Нұрмұхан жас болдың ба? Ал оқи ғой. Нұрмұхан оқи ғой. Жарайсың. Жарайсың балалар. Жақсы ма? Нұрмұхандікі өте жақсы. Молодец. Жарайсың. Кеттік. Көркем болды ма? Оқи ғой. Көркем. Дауыстарын шығарып оқи ғой. Қоса қаным қоңырым, қара көзім момыным, әдемі бұйра жүнінен көк киімдер киемін. Жарайсың. Жарайсың. Қолдау көрсетейік. Көркемде жарайсың. Өте жақсы. Тағы болды. Нұрайна оқи ғой. Болдың бе? Тұр оқи ғой. Қоса қаным қоңырым, жуас, сені бұйра жүнінен әдемі